барлық матчын тікелей эфирде QFootball.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп QFootball.kz-ке қосылып, футзалды тамашала. Армысыздар, қымбатты футзал сүйер қауым, қадірменді көрермен. Тікелей эфирде футзалдан Қазақстан біріншілігінің кезекті турасындағы матч және сырық шалында матч басталды. Осы ойындағы алғашқы бұрыштама доптарының бірі қателік және Игорь Шушу жақсы пас соққан. Өте жақсы ашылды және қақпаға бақ Шушу. Жақсы өткір пас және Маринкович қандай жойқын. Қарсылас команданың ЖЖ арқылы ЖЖ ортаға ойысты, тағы бір жойқын соққан. Азат Валиолин қос капитан алаңда кездескен сәтті және есеп ашылды. Гол міне Аят матчтың 5-ші минутында есеп ашты. Азат Валиолин қайталап көреміз. Екі капитанның алаңда кездескен сәті және Аяттың капитаны дәл осы дуэльде. Жоқ, Иманалин топқа жақындады және Қайрат бақтаған соққы. Ақтайтындай көрінді ойда ол. Маринкович тамаша, Графский соққы мәссаған. Айтылап көреміз, бұл жерде қақпаның бағнасына теген сияқты. ЖЖ алыстан тебеді және Петр. Қатты болды. Тек сүреміз, жалпы осы ойынға шақырту алған аяқтоп шеберлерін айта кетеміз. Алаң қожайындары Аят, олай болса Аяттан бастаймыз. Қақпашылар. Тағы да Графский. Гатостан қайталап көреміз. Жолы бұл деуге болады, өйткені ол бақтаған соққы. Бірақ ол соққыда нысанаға дарымады. Көлбаев Асхат. Өзі тепті Асхат. Пас болды ма? Командасы тас түйін дайын. Ал Ақтөбе болса. Ал дәл осы сәтте Леандриньо қақпашымен 1-1 шығып гол соға алмады. Петр Панасенко жан кешті ойнап. Құда Игорь Шушу. Және мүмкіндік бар. Гол! Маринкович есепті еселеді. Аят командасы екінші таймда. Лазар Маринкович өз шабуылын өте жақсы пайдаланды. Осылайша Аят есептегі басымдықтарын ұлғайтты. 2-0 9 ұпай жинады. Ал үздік бестікті Ақтөбе түйіндеп отыр. Ай, қандай тамаша гол! Міне Нұрбек Қарағұлов есепті қысқартты. Ақтөбе баяндаған сәтте қонақтар осы ойындағы алғашқы голды соқты және есепті қысқартты. 2-1 гол авторы Нұрбек Қарағұлов. Бүгін міне Қарағұлов және 2-1 жеңді. Бұдан бөлек Астана командасын 2-1 есебімен қапы қалдырды. Бірақ қазір міне Игорь Нулет бағада соққы жасады. ЖЖ Петр әдемі алдап өтті, бірақ соңғы сәтте Игорь Нулет допты тура сызықты қағазалдан және жетісуда сол кездесуде ерекшелер көрсетті. Ал бұл жерде Аят командасы осы ойындағы 3-ші голдарын соқты. Леандриньо шабуылға сирек араласты, бірақ міне қажет кезде керек гол соқты. Өте тамаша соққан. Мүмкіндік міне Игорь Шушу. Андрей Графский. Валиолин жақсы сұтылды. Азат Валиолин гол! Есеп 4-1. Аят командасы бүгінгі матчтың нүктесін қойды. Азат Валиолин жеңетін сияқты.
Өйткені есептегі айырмашылық 3 гол. Қалған 1,5 жақсы қиғаш пас. ЖЖ! Мәссаған! ЖЖ! Аяттың 5-ші голын соқты. 5-1. Көреміз өте жақсы асырған қиғаш пас және ЖЖ Петрдан айласын асырды. Бұл ЖЖ соққан гол. Арғы бұрышты көздеді. Шетелдік ойыншы егер бір елде жалпы 5-нен артық тұрса, онда сол елдің. Ал қазір міне матчтың соңғы секундтары. Жанкүйерлер бірге санады. Осылайша ойын аяқталды. Есеп 5-1. Аят өз алаңында алғашқы матчта Ақтөбе командасын жеңді. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде youtube.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп youtube.kz-те қосылып, футзалды тамашала.